Сәлеметсіздер ме біздердің тұрақты кішкентай оқырмандарымыз. Бүгінгі ертегіміздің атауы аюдың үңгір жөндегені туралы. Ертеде орманда бір аюдың отбасы тұрыпты. Бір күні олар өздерін апандарының ескіргенін байқайды. Жаңбыр болса, апаны іші су кіріп кетеді екен. Ал жел тұрса, суып, аюлар жата алмайтын болды. Ақыры аюдың отбасы апанға жөндеу жасамақшы болады. Апанның ішін кеңейтіп, жаңадан хош иісті ағаш бұтақтары мен жас жапырақ төсейтін болып шешеді. Шіркін, апанның іші қыстың қатты соғында да жылы болар еді-ау, дейді. Апанды жаналаймыз деп шешкен аюлар түрлі адамдарға, түрлі жұмыстарға алаңдап, жөндеу жұмыстарын бастай алмай қойды. Бірде аю апай өзінің осы тұрмысына наразы екенін айтып, аю ағайға шағымданды. Осында кішкене апанда тұра береміз бе? Апанның ауасы тарылып кетті. Бір амалын табайық та? Аю ағай жұбайының орынды сөзін мойындайды. Бірақ жөндеу жұмыстарына бірден кірісіп кетуге қорқады. Мына апанды кезінде ата-аналарым қазып берген, ал мен ешқашан апан жасап көрген емеспін. Әбден тозығы жеткен апанды абайсызда бұзып алсам қайда қыстаймыз деп әбден мазасы кетіп болды. Ақырында ол көмекке қояндарды шақырмақшы болды. Өйткені қояндардың жұмысқа тығылықты екендігі туралы әңгіме бүкіл орманға жайылған болатын. Оларды көмекке шақырған айдардың бәрі қояндардың шапшаң да ұқыпты жұмыстарына ризашылықтарын айтып жататын еді. Сөйтіп, аю ағайдың шақыруымен бір күні қояндар келіп, апанды әбден мұқият қарап, әлденені есептеп, санап, аюға былай деді. Аю ағай, апанды жөндегеніміз үшін 30 сәбіз аламыз. Ойды, дейді аю ағай таңданып. Жөндеу жұмыстары қымбат екен, Ағай, 30 сәбіз деген ең әділ баға. Осы орманда тұратындардың кез келгеннен сұрасаңыз, бәрі де бізді жақтайды. Өйткені орманда жөндеу жұмыстарын бізден жақсы жасайтын ешкім жоқ, деді қояндардың ең үлкен басшысы. Сонымен 30 сәбіз немесе 10 үлкен балық. Балық? Қояндар балық жемейді ғой, оны қайтесіңдер? Деді аю таңданып. Сізде сәбіз жоқ, бірақ балық бар шығар. Қолыңыздағы балықпен есеп айырысуға да болады. Ал біз балықты сатып, орнына сәбіз сатып аламыз. Солай ма? Олай да дұрыс екен. Жақсы, ойланып көрейін, деді аю ағай. Шынында аю ағайдың 30 сәбиі жоқ еді. Аюлар сәбіз жемейді ғой. Олар балықты жақсы көреді. Аю ағай да балық аулағанды жақсы көретін. Және басқандарға қарағанда балық аулағанда алдына жан салмайтын. Сонымен не керек? Әрі ойланып, бері ойланып, қояндарға аю балық аулап бермекші болады. Ол 2-3 күн өзенді жағалап көрді, бірақ ештеңе шықпады. Өзеннің суы тартылып, азайып кетіпті. Су азайған өзеннің балығы да азайған, және өте ұсақ. Бұрын сарқырап ағып жатқан өзенге не болған? Деп таңырқаған аю жан-жағына қарады. Түсінікті. Өзені жағасы лас болып кеткен екен. Сынған шөлмек, шашылып жатқан қаңылтыр, қабырлар, темір терсек. Ағаштың бұтақтары оталған, сынған. Өзені жағасын бойлап өскен бұталар жаншылып қалған. Жағалаудың көп жерлері өртеніп кетіпті. Өзенді осындай күйге келтірген адамдар ғой. Соларды ақылды дейді-ау. Жерді қойып, қазір ғарышты да игеріп жатыр. Адамның зымыран жасауға жеткен ақылы табиғатты аялауға жетпей ме? Деп налынған аю қатты өкіріп жіберді. Апанына ол қамығып қайтты. Өзенді неше күн жағаласа да, қояндар сұраған ірі балықты аулау мүмкін емес. Терең ойға батқан аю ағай болған жағдайды жұбайына, аю апайға баяндап берді.
Аю апай жабырқап қалды. Сен қамықпа, біраз күн өзін жалғыз боларсың. Мен өзені жоғары жағасын барлап қайтайын. Адамдар ол жаққа бармаған болар. Мүмкін апан жөндеген қояндарға беретін балықты сол жерден аулап әкелермін, деді Аю ағай. Жоқ, Аю еке, о не дегенің? Бірнеше күн сен өзен жағалап жібере алмаймын, өзен жағалатып жібере алмаймын. Мен оған келіспеймін. Өйтіп, апан жөндемей ақ қой. Мен бір амалын таптым. Көктемде сәбіз егейік, күзде сәбіз піскенде жинап алған сәбіздерге қояндарды жалдаймыз да апанымызды жөндетеміз, дейді. Жарайды, солай ақ болсын, деп Аю ағай абыржығаннан қуанып кетеді. Сөйтті де өзі қасқырдан ақыл сұрамақшы болып апаннан шығып кетті. Аю бұрындары олай-бұлай өтіп жүрген қасқырдың ін жөндеп жатқанын көрген болатын. Ішін қалай өзгертсе де, қалай әшекелесе де, қасқыр бәрін өз істей беретін. Бірде Аюдың ініне шақырып, өзінің жасаған жөндеу жұмыстарына масаттанып көрсеткенінде бар. Шынымен қасқырдың іні Аюға қатты ұнаған еді. Әрі кен, әрі жылы. Онымен бірге қасқыр өз үйінде өзін жөндеген сондай жақсы болады екен. Ешкімге жалынбай-ақ өзінің қалауын бойынша жөндеу жүргізесін, деп әңгімесімен қызықтыра түскен болатын. Аюдың есіне осы жайт та түсті. Қой, мен де талап жасайын. Қасқырдан менің қай жерім кен, деген ойға келді Аю. Қасқырдан ақыл кеңес, жөндеу жұмыстарына қажет сауыт саймандарды алып, жаңадан апан қазуға кірісіп те кетті. Аю апай да бұған қуанып, Аю ағайдың жанынан алысқа ұзамады. Бірде Аюға сосын әкеліп берсе, енді бірде қазылған топырақты тасуға көмектеседі. Көп кешікпей, біраз күнде апан да дайын болды. Аю жаңа кен апанға ормандар, жапырақтар мен түрлі шөптерді құшақтап таси бастады. Шыршаның бұтақтары, қайынның жапырақтары. Неткен хош иіс, шіркін. Жатып көріп еді, өзіне мамықтай жұмсақ болып көрінді. Ал Аю апайдың қуанышында шек жоқ еді. Апанымыз неткен кен, апырай, не деген хош иіс, мұндай жайлы болар ма? Бұны естігенде Аю ағайдың да жүрегі шаттыққа бөленді. Өзі еңбектеніп, қаншама жақсылыққа қол жеткізді. Біріншіден, жұмыс істегендіктен денесінің құрысы, тырысы жазылып сергіді. Екіншіден, Аю апайдың көңілінен шықты. Үшіншіден, апандары кеңейіп, ыңғайлы болып қалды. Ғажап, осының бәріне өзінің еңбегінің арқасына қол жеткізіпті. Иә, ақысын төлеп қояндарға істетуге болатындай еді. Бірақ өзін істегендей болмайды екен. Бейнет жасап, зейнетке жету неткен ғанибет.